аэропортқа келдім түріктерін. Прям бұндай үлкен аэропортта көрмеген шығармын. Енді бірінші есіктен кіре салысымен қазір сумкаларымызды тексертеді екенбіз мына жерде. Қазір сумкаларымызды тексертіп болғаннан кейін дальше түсірем енді. Видимо, менің бірдеңем дұрыс болмай қалды ғой деймін. Сумкамды полный тексерттім енді ашып. Басқалар өтіп кетіп жатыр, почему-то мен өтпей қалдым ғой. Қорқып кеттім бір жағынан. Не болып қалды екен деп. Қатты тексереді екен енді. Прям шапқы бәрін шештіріп тастады ғой. Короче, бұл аэропортта былай екен қыздар. Мына жақтан бірінші кірген кезінде сразу сумкаларымыздың барлығында тексереді. Сумкаларымыздың барлығын тексергеннен кейін сіз уже мынандай экранды тауып алуыңыз керек. Осындай экранға келесіз. Сөйтіп осындай экранға келген кезінде сіздің өзіңіздің неңізді табасыз, рейсіңізді табасыз. Мен Шымкентке ұшып жатырмын қазір. Менікі 21:10-да ұшады. Рейсіңіздің номері жазылып тұрады сол жерде. Қазір примерно сіздерге көрсетейін. 21:10 DB486 Шымкент деп тұр. Менікі сол. Менде әлі бірақ мынандай нелер жазылмаған. FG деп жазылып тұр ғой, ондай нелер шықпаған маған. Видимо, мен қазір ерте келіп алдым, содан кейін шықпай тұр әлі. Сол қазір шыққан кезде, менгі қазір әріптерім шыққан кезде мен сол неге барам, сол әріп бойынша қазір тауып алып барам мына жақта. Мына жерде төбелерді көріп тұрсыз, GFED деп тұр. Сол біреу шығу керек. Егер де шықса, сол жаққа барып регистрация жасаймын. Мен қазір күте тұрам осында. Бұның барлығын сіздерге не үшін көрсетіп жатырмын, потому что сіздерде бір күн емес, бір күні мен сияқты аяқ астынан Турцияға көшіп келуді жоспарласаңыздар, немесе жаңағыдай қыдырып келуді жоспарласаңыздар, сіздерге көмек болады бұл. Өйткені мен өзім қатты қиналдым басында, сондықтан қазір сіздерге досконально түсіндіріп айтуды жөн көрдім. Міне қыздар, бізде уже рейске шықты. MD ма? MO4, MO6 деген екен. Енді мен соны табуым керек. Міне қыздар, біз М дегенді таптық. Енді осы жерде біз осындай әріптер береді, сол әріптер бойынша кете керексіз. Бірінші мынандай экран тауып аласыздар, сол жерде әріптер береді, сол әріп бойынша барып регистрация жасатасыздар. Так, енді ары қарай іздейік. Міне өзі естіп келе жатсаң, Шымкентке ұшатын адамдарды тауып аласың. Солардың қасына барып, тұрып регистрация жасайсың. Өстіп айналып жүреміз. Біз билет аламыз бұл жерден. Қыздар, міне билетті алдым. Енді ары қарай паспортымызға печат ортыртуымыз керек. Қазақтардың бәрі кетіп бара тұр апа. Сол жақтан қарай жүреміз ау деймін. Паспортный контрольден бара жатырмыз. Паспортқа печат ортыртуға. Мынандай зигзагообразный қылып жүреміз. Билеттің мына жерде штрих-кодын мына жерде көрсетеді екенбіз. Все, ашылды, кеттік. Енді печат ортыртамыз.
Жерге енді печат тоқтатамыз, паспортқа олсыз болмайды. По-моему, енді біз печат ұрдырып алғаннан кейін паспортымызға тағы да мынандай тексерістен өтеміз. Тексеріс екен. Қанша сағат болды уже біздің жүргенімізге? Ана жақта аз екен. Қасыма апа тауып алғам, сол апамен бірге жүрмін. Қыздар, міне тексерістен тағы да өттім. Мынандайдың ішіне салып қойды мені. Қорқынышты екен. Екінің сары аяқтың өзі тұрғанға аяғыңды қоясың, екі қолыңды төбеге көтеріп тұрасың. Кетті бірдеңе айналады, сен тексереді. Мен сондайға істеп, басқалар өйтіп атқан жоқ, білмеймін мен не өйтіп атыр. Әр өткен сайын мен қорқып атырмын оны жақтан. Болды, енді бітті міне, енді салы жұтаңаға енді барамыз. Алла қаласа аман есен үйіме жетіп алайын. Қыздар, өздеріңізбен никогда қайшы, сондай инструменттер алып өтпеңіздер. Даже маленький қайшылар болады ғой, ондай тырнақ алғышы, ондай нәрселерді де алып өтпеңіздер, өткізбей қояды сіздерді. Сол үшін абай болыңыздар әр заттарыңызға. Енді қыздар, енді біз зал ожиданиямызды табу үшін осындай экранды тауып аласыздар. Осы экранда көрінеді сіздің ұшатын уақытыңыз 21:10 болса, 21:10 дегенді қарайсыз и рейсіңіздің номерін табасыз. 21:10-да ұшатын ұшақтар өте көп, бірақ сіз өзіңіздің рейсіңізді тауыңыз керек. Ана жерде 486 Чымкент деп жазылып тұр. И А8А деп тұр. Сол жаққа барып біз күтеміз. Мына енді жан жақтарыңызға қарайсыздар. Біздікі А8А болғаннан кейін ана А деген тауып аламыз. Аның жанында стрелкалар көрсетіп тұрады. Сол стрелка бойынша кете береміз. Сөйтіп сол Аны тауып аламыз. Мына көрсетіп қойған қай жаққа қарай жүру керек екен. Сол бойынша жүреміз. Бізде 2 сағат уақыт бар. 2 сағатта осылай аралап магазин жүрсеңіздер болады. Дальше кете береміз. Аны көрсеңіздер, алдымызда тоже дальше кете береміз. Мына жақта қасыма бір апа тұрған, енді апа екеуміз лирамыз қаға жататынымызды білмей жатырмыз деп. Барлық нәрсе қымбат, бірақ мынандай тамақтары арзан екен. Мындай әдемі тамақтар 69 лира. 2 доллар. Onlar емес, немен Лирамен алсаң, Lira yazıyor. 29 lira. Иә. Мына 69 лира екен нелері. Надар ма? Иә. Бәрі түсіріп жүр ғана жақта. Интересно отыр ғой деймін бәріне. Папаланың түрлерін әдемісін. Ай. Классаны. Жейтін бірдеңе алу керек ғой, сумен бірге. Ayran alır? Ayran алайық. Бар екен 25 лирадан. Айрандар өте дәмді екен. Жейтін заттарымызды алып алдық. Жаңағы сэндвич, су, айраным менікі 3500 теңге болды. 109 лира болды. Енді зал ожиданияға кетіп баратырмыз, әлі кетіп баратырмыз. Мына А, Б, С дейді. Дальше кетеміз деп отыр. Осымен кете береміз. Ана көрсетіп тұр тағы да стрелкамен астыға қарай түсу керек деген. А, Б, астыға қарай түсу керек деп тұр. Сол жаққа қарай жүреміз енді. Аэропортта жүрсең барлық нәрсені алғың келеді ғой. Так что қыздар, егер де аэропортқа келетін болсаңдар, біраз лира салып алыңдар, өйткені ештеңе жемеймін дегеннің өзінде қызығы бірдеңе алғың келіп тұрады. Хотя бы 200 лира салып алсаңыздар, 6000 теңгедей. Ну, хотя бы 100 лира салып алсаңыздар да болады. Мен қазір алған тамақтарыма 109 лира кетті ғой. Өйткені қызығып, қасындағыларыңа қызығып алғың келіп тұрады да. Кеп
алып жатырмыз әлі. Міне жақындатып А, Б, астыға қарай түсу керек деп тұр. Біздікі А. Астыға түсіп жатырмыз. Міне енді қарасаңыздар, А сол жаққа қарай, Б оң жаққа қарай деп тұр. Енді сол жаққа қарай жүреміз қазір. Не деген ұзақ еді. Қарсы бірақ мынандай істеп қойған екен ішінде былай пешком жүрмеу үшін адамдар. Міне А2, ары қарай А3, А4 кете береді. Біз А8 дегенге барамыз. Енді мындайда тұрып аламыз да, өзі аппарат. Сен қыздар, сосын айтайын дегенім, бұл жаққа аэропортқа келу үшін кемі бір 3-4 сағат алдын шығып келулеріңіз керек. Өйткені үшін аралап жүрем дегенше бір талай уақытына, сіздің өзіңіздің зал ожиданияңызға барам дегенше бір талай уақыт кетеді. Сондықтан желательно ертерек келіңіздер. Рейс енді ровно 3 сағат қалған кезде қабылдайды. 3 сағатқа кейін кезінде сразу барып билетіңізді аласыз, одан кейін уже ары қарай өтіп кете бересіз постепенно. Біздің уже мынаның ішінде біз қанша сағат болып жүргенімізге 1,5 сағаттай болды. Әлі жете алмай жатырмыз немізге. Зал ожиданиямызға. Сол үшін ертерек шыққан дұрыс. А5 пен А11-дің арасы мына жаққа қарай деп тұр. Стрелка көрсетіп тұр, соққа қарай жүреміз. А8-ге кеп қалдық уже. Міне, ертерек шықпасаңыздар естіп жүгірейін, жүресіздер. А7, енді А8 деген тауғалы. Аны тұр, А8А деп тұр. Аны алдымызда. Оқырмандарыма түсінікті болды деп ойлаймын. Міне А8А, мына жерде жазылып тұр. Самолетіміз Шымкент рейс 486. Енді осы қалаған жерімізде отырып күтсек болады. Енді самолетке қарай жылжып жатыр. Енді самолетке мінеміз. Самолетке отырдым, соны жетісі деген. Алдындары терезе жақта дегенен бұл жолы ортада. Это наш визитор, мы за салон наш сделан, план здравия.